Саламатсыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайды. Бүгінгі сабақта бір ортаны мекендейтін жануарлардың өзара ұқсастығы мен айырмашылығын білесің. Сабақта қолданылатын тірек сөздер: тіршілік ету. Экранға мұқият назар аударамыз. Негеш суреттен орман жануарларын іздеп отыр. Ал Эврика ашық даланы мекендейтін жануарды табуы керек. Оларға көмектес, өз шешіміңді түсіндір. Топтағы жануарларды өзара салыстыр. Оларға не ортақ деп ойлайсың? Балалар, жануарлардың көбі орманды мекен етеді. Орманға джунгли, тайга, тағы басқалар жатады. Мысалы, жалқау аң, теңбілшер, бұлан, қабылан, бұлар орманды мекен етеді. Ал ашық далада ақкіз, көртышқан, киік мекендейді. Суреттерге қара, жануарлардың тіршілік ортасын анықта. Мысалы, касатка теңізде мекендейді, ал шортан өзенде, ұлу болса тоғанда мекен етеді. Сендер экраннан қара құйрық, ілбіс, арқар және бүркітті көріп тұрсыңдар. Қай жануар артық деп ойлайсыңдар? Мұнда қара құйрық артық. Себебі қара құйрық ашық кеңістікті мекендейді, ал тауды мекендейтін жануарлар ілбіс, арқар және бүркіт. Сендер экраннан ашық кеңістікте мекендейтін жануарларды көріп тұрсыңдар. Ашық кеңістікті қара құйрық, киік, арыстан, ақ түлкі сияқты жануарлар мекендейді. Олар жемтігін қуып жету үшін немесе өздері жауынан қорғану үшін тез жүгіруге бейімделген. Шөп қалың өсетін ашық даланы кеміргіштер мен бунақ денелілер мекендейді. Шөл және шөлейт жерлерде бауырымен жорғалаушылар өте көп кездеседі. Ормандарды ірі жануарлар мекендейді. Оларға аю, бұлан, жабайы қабандар жатады. Тропикалық ормандарда жалқау аң, піл тіршілік етеді. Орман жануарларының көбі ағаштарға өрмелей алады. Су жануарларының денесі сүйірленіп келеді. Олардың жүзетін қанаттары не аяқ саусақтарының арасында жүзетін жарғақтары болады. Оларға құрбақа, суаршын қандала, балық және тағы басқалар жатады. Тау жануарларының жүні қалың болады. Мысалы, арқардың жалпақ қозғалғыш тұяқтары болады. Ал тау құстары тез ұшады. Олардың жүні үлпілдек болады. Таудағы бунақ денелердің түсі қара, қоңырқай болып келеді. Сен білесің бе? Жануарлардың сыртқы бейнесі алдамшы болып келеді. Сырт қарағанда сүйкімді шағыл мысығы ыстық шөлдің қатал жағдайларына бейімделген. Мұнда ол қос аяқтарды, кесірткелерді, тіпті улы жыландарды да аулайды. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.